Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте оңай әрі тез жасалынатын сақинаны бірге жасап үйренеміз. Тез жасалынады. Көп материал қажет емес, тек екі түрлі ғана бисермен жасаймыз. Егер дайын болсаңыздар, бастайық. Ал енді бізге ол үшін қажетті заттар мынандай сары түсті және мынандай ақ түсті бисермен тоқимын. Түстерін өздеріңіз таңдап аласыздар. Басқа қара түспен де бойы жасап көрсеңіздер болады. Сосын мынандай лескада тоқимын. Бар болған осы үш қана зат керек. Ал енді дайын болсаңыздар, бастайық. Ал достар, мінекей мен лесканы қайшымен қиып алдым. Яғни лесканың размері 60 сантиметр, 50-60 сантиметрдей кесіп алдым. Енді бір жақ, яғни екі ұшын осылай қолмен ұстап тұрамыз. Мына бір ұшы, екінші қолмен екінші ұшын ұстап тұрмын. Bir ұшына, міне бір басына, яғни ұшына 5 бисер аламыз. Төменге қарай түсіп тастаймыз. Енді бір бисер аламыз, тағы да бір ақ бисер. Осы ақ бисерді алып, енді осылайынан крестик жасаймыз. Ол үшін екінші, міне көрініп тұр деп ойлаймын, екінші ұшын осылайынан крестик қылып тағамыз. Сосын екі ұшты бір-біріне осылайынан ұстап қысып аламыз. Яғни тура ортасын табу үшін міне төменге қарай түсіре береміз мына бисерімізді. Сол кезде дәл ортасына, жіптің дәл ортасына келіп түседі. Мінекей осындай болып шықты. Енді ары қарай бізге бір ұшына сары бисер аламыз. Бір сары бисер алдық, яғни кез келген ұшына бір сары бисер аламыз. Енді осы сары бисерден екінші ұшымен осылай крестик жасап өтеміз. Ортасына алып келеміз. Ортасына алып келеміз енді. Ақ бисердің жоғары жағында тұру керек. Міне осындай болып. Енді осы сары бисерді ортасына гүл қылып жасау үшін осылай сары бисер төменге қаратып аламыз. Мен сияқты айналдырып, ол үшін мына енді оң жақтағы жіптің ұшын аламыз да. Мына жоғарыда тұрған, ортасында тұрған бір ақ бисерден, мына жоғарыда тұрған бірінші ақ бисерден осылайынан оң жақтан өткіземіз. Сосын сол жақтағы екінші ұшын аламыз да, яғни сол жақтағы ұшын алып, ол ұшынан да енді қарама-қарсы крестик қылып, осы ұшымен де осы жаңағы жоғарыдағы бір ақ бисерден өткіземіз. Міне тартамыз. Екі жақты да бірдей қылып тартамыз. Сонда міне қарап отырсаңыздар, сары бисер дәл ортасына түседі. Дұрыстап түзетіп жібересіздер. Неге осындай гүл болып шығады. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге бір ақ бисер алу керек. Яғни кез келген ұшына бір ақ бисер алдық. Оны да дәл жаңағыдай крестик қылып екінші ұшынан бисерден өтеміз. Ортасына алып келеміз. Ары қарай бізде дәл осылай екі бисер аламыз. Яғни бір-бірден екі ақ бисер алып отырамыз. Сонда барлығы 3 бисер болу керек. Бірінші бисер кетті. Енді тағы да бір ұшына бір ақ бисер аламыз. Бір ұшымен ақ бисер алдық. Және соның екінші ұшымен крестик қылып өткіземіз. Осылай. Ой, шығып кетті. Екінші ұшымен өткіздік. Енді тартамыз. Осындай болып шығады екінші бисеріміз.
Енді тағы да бір бисер аламыз, яғни үшінші. Бұны да дәл екінші ұшымен крестик қылып өткіземіз. Енді тартамыз. Мінекей енді 3 бисерді алып өттік. Ары қарай 4-5 бисер қылып алып өтсеңіздер де болады. Яғни енді мен келесі гүлді бастаймын. Егер сіздер ұзынырақ қылам десеңіздер, келесі гүлді тағы да, яғни бисерлер қоссаңыз болады. Енді мен келесі гүлімізді бастаймыз. Дәл осындай гүл жасаймыз. Ол үшін мына екі ұшына да екі бисерден ақ бисер алдық. Екеуіне төменге қарай түсіреміз, яғни бір-бірінен крестик қылып өтпейміз. Енді бізге бір ұшына бір сары бисер аламыз. Екінші ұшымен енді крестик қылып жасамаймыз, керісінше төменнен жоғары қарай міне екінші ұшымен осы бисерден өтеміз. Яғни бұл жерде крестик қылып жасамаймыз, тек қана екінші ұшымен төменнен жоғары қарай осы бисерден өтеміз. Қазір сіздерге көрсетемін. Яғни екі ұшында осы бисерден шығарамыз. Осылай төменге қарай алып келеміз. Енді осылайын қойып аламыз да, мына оң жақтағы жіптің ұшымен, яғни мына жақта оң жақтағы жіптің ұшымен мына екі бисерден жоғары қарай өтеміз, төменнен жоғары қарай. Енді мына сол жақтағы ұшымен мына жақтағы екі ақ бисерден өткіземіз, төменнен жоғары қарай. Екінші жақтағы сол жақтағы екі ақ бисерден жоғары қарай шықтық. Енді екеуінде бірдей тартамыз, яғни дұрыстап аламыз. Мінекей осындай болып шығады. Екі жағын дұрыстап алдық. Ары қарай бізде бір ақ бисер аламыз. Кез келген ұшына бір ақ бисер аламыз да крестик жасап бір-бірінен өткіземіз. Бір ақ бисер алдық. Екінші ұшымен крестик қылып өтеміз. Ортасына қарай алып тартамыз, дұрыстаймыз. Осындай болып шықты. Енді ары қарай бір-бірден 3 ақ бисер алып өтеміз. Яғни крестик қылып бір ақ бисер аламыз. Келесі ұшын алып крестик қылып өтеміз. Яғни дәл осылай енді тағы да екі ақ бисер аламыз. Яғни жалпы 3 бисер алып өтуіміз керек. Міне біріншісі кетті. Ортасына қарай алып келеміз. Енді тағы да екі ақ бисерді дәл осылай жасауымыз керек. Екінші ақ бисерімізді алдық. Крестик қылып екеуінен екінші ұшынан өткіземіз. Ортасына қарай алып келеміз. Төменге қарай түсіреміз. Мінекей
Енді тағы да бір ақ бисер аламыз, яғни кез келген ұшымен, екінші ұшымен крестик қылып сол бисерден, яғни осы ақ бисерден өткіземіз. Бұл үшінші соңғы бисер. Енді келесі гүлімізді жасау үшін бізге үшінші гүлімізді жасау үшін ол үшін бізге бір ақ бисер алу керек. Тура мына екінші гүлді жасаған сияқты тура дәл солай жасаймыз. Яғни ол үшін бізге бір ақ бисер алу керек. Бір ақ бисер алдым. Енді екінші ұшымен крестик қылып өткіземіз. Енді екі ұшына да екі бисерден, яғни екі ақ бисерден екі ұшына да аламыз. Яғни бір ұшына екі бисер, екінші ұшына екі ақ бисерден аламыз. Екі ұшына да екі ақ бисерден алдық. Енді ол бисерлер жай ғана төменге қарай түсіріп тастаймыз. Енді бір ұшына бір сары бисер аламыз. Инесіз жұмыс істеу кішкене өте қиынырақ. Бір сары бисер алдық. Енді екінші ұшымен төменнен жоғары қарай осылайынан жіппен өткіземіз. Екінші ұшын, яғни төменнен жоғары қарай өткіземіз. Крестик қылып емес, төменге қарай түсіреміз. Дұрыстаймыз. Осындай болып шығады. Енді оң жақ дұрыстап алып, ары қарай оң жақ ұшымен төменнен жоғары қарай екі ақ бисерден өткіземіз. Енді сол жақ бисерден, сол жағынан, яғни сол жақ ұшынан екі ақ бисерден өткіземіз. Жоғары қарай тартамыз. Сол кезде сары бисеріміз дәл ортасына қарай келіп түседі. Менде мына жер кішкене шатасып кетті, қазір дұрыстаймын. Мінекей дәл ортасына қарай келіп түсті. Тартып дұрыстап аламыз. Енді соңғы бізде бір ақ бисер аламыз. Бір-бірінен крестик қылып өткіземіз. Сонымен біздің үшінші гүліміз дайын болады. Бір ақ бисер алдық. Енді крестик қылып осы ақ бисерден екінші ұшымен өткіземіз. Тартамыз. Яғни үшінші гүліміз дайын болды. Енді қолымызға өлшеп, ары қарай сақинамызды жалғастыра береміз. Енді ары қарай бір-бірден 3 бисер алып өтеміз. Содан кейін жаңадан 4-ші гүлімізді бастаймыз. Тура осы видеодағыдай жалғастыра бересіздер. Енді аяқ жағына келген кезде бірге қосып тоқ көрсетемін. Ары қарай өздеріңіз жалғастырасыздар. Ал достар, міне мен бар болғаны 4 гүл ғана жасадым. Менің саусағым осы жеткілікті болды. Яғни сіздермен жаңа 3 гүлді жасаған едім. 4-ші гүлді өзім жасадым. Қолыма өлшеп көрдім. Енді мына соңғы 3 бисерді алдым. Енді бір-біріне қосу үшін маған мына бисерден, яғни мына тұрған бисерден 2 жіптен қарама-қарсы крестик қылып осы бисерден өту керек. Яғни бірінші оң жақта ұшын аламын. Осы бисерден жіппен өткіземін. Екінші ұшын алып, тағы да осы бисерден өткіземіз. Яғни крестик қылып қарама-қарсы. Енді мына қалған артық жіпті, екі жағында қалған артық жіптерді мынандай ұшынан ұстап, мына бисерлерден өткіземіз. Біраз бисерлерден өткіземіз. Сосын артығын кесіп тастайтын боламыз.
Мінекей осылайынан айландыра өткізе берсеңіздер болады. Яғни шатастырып өткізіп тастаңыздар. Сосын артығын кесіп тастауға болады. Осылайынан бейселерден өтеміз. Кішкене қиындау болады әрине. Бейселерден өте алмай өткені қиынырақ болады яғни. Ал достар, мен артық жіптерді өттім, барлық бейселерден өтіп шықтым. Енді артық жіптерді былай түбінен кесіп тастаймыз. Мінекей осындай болып шығады. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.